қазақ хандығы тарихи сахнада төбе көрсетіп, әрмен бұрындық, Қасым, Есім, Тәуке, Тәуекел, Абылай сынды хандарымыздан жалғасып, Ақтабан шобырынды, Алқакөл сұлама, Аштық жылдары, Олазы, Сұрапыл соғысының нәубетін кешіп, мың өліп, мың тірілген қазақ, оян қазақ деп жар салған алаш қайраткерлерінің ұлтымызды оқу-ағартуға шақырып, егемендікті аңсап, қаншама тұлға репрессия құрбаны болды. Соның бәріне төзіп келген қазақ үшін желтоқсан оқиғасы жаста кеткен боздақтардың қаны текке кетпеді. 1991 жылы ел егемендігін алды. 1991 жылы 1 желтоқсан күні ресми түрде Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1992 жылы Ту, Елтаңба, Әнұран сияқты мемлекетіміздің рәміздері қабылданды. 1993 жылы ұлттық валюта айналымына теңге енді. 1995 жылы еліміздің ата заңы бекітіліп, бүкіл ел мойындады. 1998 жылы еліміздің астанасы болып, Астана қаласы жарияланды. Құрметті оқырман қауым, сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жыл толуына орай Қайрақты ауылдық кітапханасының Тәуелсіз Қазақстанның сан ғасырлық арманы атты кітап көрмесін ұсынамыз. Бірінші сөреде осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына көп еңбек сіңірген елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы кітаптар қойылған. Екінші сөреде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік желіде басталған қандай кітап оқып жатыр челленджі эстафетасын қолдайтынын білдіріп, карантин кезінде оқуға 30 кітаптың тізімін ұсынды. Екінші сөредегі кітаптар, сол кітаптар президенттің оқырманға ұсынылған кітаптары. Үшінші сөреде Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы оқиғалар жылнамасы, Мен отан тәуелсіз Қазақстан, балаларға арналған энциклопедия, 100 жылға татитын 10 жыл кітабы, Қазақстанның жаңа тарихы 3 томдық қойылған. Және мына Қуаныш Сұлтановтың Қазақтың жаңа дәуірі деген кітапты көре аласыздар. Құрметті оқырман, мына сөреде тұрған желтоқсан көтерілісі кітабымен сіздерді таныстырғым келеді. Көп томдық айғақ кітап желтоқсан көтерілісі атты. Құрастырған Талғат Айтбайұлы. Бұл кітап 6 жылғы желтоқсанның 17-18-інде болған оқиғаларға байланысты түпкілікті баға беру жөнінде тұжырымдары, Советтік президиумның қаулысы жазылған. Ақын жазушылары Жұбан Молдағалиев, ақын Мұхтар Шаханов, Сафуан Шаймерденовтердің осы желтоқсан көтерілісіне байланысты айтылған мәліметтері, айтқан сөздері айтылған осы кітаптың ішінде. Мен сіздерге Менің отаным тәуелсіз Қазақстан атты кітапты таныстырғым келеді. Бұл балаларға арналған энциклопедия. Бұның ішінде Қазақстан Республикасының қанша шақырым жер көлемі және халқының саны, қанша қазақ халқы тұрады және әкімшілік картасы, тәуелсіздік тарихының Қазақстан Республикасының қанша шақырым жер көлемі және халқының саны, қанша қазақ халқы тұрады және әкімшілік картасы, тәуелсіздік таңы жолында қыршыннан қиылған ләззат, ербол, қайрат, сәбилердің ерен ерліктерінің арқасында егеменді ел болдық. Желтоқсан құрбандары жайлы мынандай кітаптар бар. Азаттық аңсағандар деректі шығармалар жинағы. Алматы желтоқсан, 1986 желтоқсан. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған кітап көрмеміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.